Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сыныптағы геометрия пәнін бастаймыз. Осы сыныпқа дейін біз 5-ші, 6-ші сыныпта математика деп оқып келгенбіз. Қазір 7-ші сыныптан бастап математика пәні бөлінеді. Алгебра және геометрия болып. Осы геометрия бөлімін неке қазір бастаймыз. Бізде оқулық мектеп баспасы бойынша өтіледі. Қазір бүгінгі бірінші тақырыбымыз геометрияның негізгі ұғымдары деп аталады. Негізгі ұғымдар, балалар, бізде үшеу. Олар жазықтық, мінекей тақтаның беті жазықтық, және жазықтықты біз қалай жазамыз? Жазықтықты мінекей былай жиегін мынандай сызықтармен белгілеп қоямыз. Неге бұндай сызықтармен белгілеп қойдық? Яғни жазықтық бізде шексіз. Сондықтан жазықтықтың жиегін мынандай ирек сызықтармен белгілейміз. Әдетте жазықтықтарды альфа, бета, гамма әріптерімен белгілейді, латын әріптерімен. Одан кейін екінші ұғым бізде нүкте. Нүктені жазықтықтан неке А нүктесі деп үлкен әріппен белгілейді. Үшінші негізгі ұғым біздегі түзу. Мінекей түзуді салдық. Түзуді әдетте кіші әріптермен белгілейді. А түзуі, В түзуі, С түзуі деген сияқты. Сонымен негізгі ұғымдар деп біздегі осы үшеуін атаймыз. Яғни неге негізгі ұғымдар деп атаймыз? Бұларға анықтама бермейді. Геометрия пәні осы үш негізгі ұғымнан тұрады. Қазір бүгінгі сабағымызға қатысты нәрселерге тоқталамыз. Түзу дегеніміз мінекей көріп айтып отырмыз. Бұл бізде шексіз, мінекей түзу былай сызылды. Мысалы айталық В түзуі дейміз. Бұл түзу шексіз, екі жағынан да шексіз кете береді. Қазір осы түзу менен нүктеге байланысты нәрселерді білетін боламыз. Мына жерде мен нүкте алайын, А нүктесі және С нүктесін алам. Мінекей қарап отырмыз. Осы А және С нүктелері В түзуіне қарағанда қалай орналасып тұр? Бірінші жағдайда және екінші жағдайда айталық С нүктесі В түзуінің бойында жатыр. Яғни С нүктесі мынау тиісті деген белгіні білдіреді. В түзуіне тиісті. Мынау тиісті деген белгі. Ал А нүктесі В түзуіне тиісті емес. Тиістілік белгісін сызады, жазып, ортасын сызып қояды. Бұл тиісті емес, мен қысқаста жазып қойын, тиісті емес дегенді білдіреді. Әрі қарай біз нүкте мен түзуге қатысты нәрсені айттық. Енді түзулерге қатысты нәрсені айтайық. Біздің жағдайымызда мысалы екі түзуді алайық. Екі түзу, яғни екі түзудің жазықтықта орналасуын екі ғана жағдай бар. Екі түзу қиылысуы мүмкін, немесе қиылыспауы мүмкін. Мінекей былай орналасуы мүмкін. Яғни бірінші жағдайда екі түзу қиылысты, екінші жағдайда қиылысқан жоқ. Егер екі түзу қиылысатын болса, олардың қиылысу ортақ нүктесі біреу ғана болады. Мінекей мына жерде О нүктесі дейік. Мынау А түзуі дейік, мынаны В түзуі десек, А түзуі мен В түзуі қиылысады. Мынау қиылысу белгісі. Тең қандай нүктеде қиылысып тұр? О нүктесінде қиылысып тұр. Ал мына жерде С түзуі дейік және Д түзуі дейік. Екі түзудің ортақ нүктесі болмаса, онда олар параллель түзулер деп аталады. С түзуі параллель Д түзуіне. Демек, егер екі түзудің ортақ бір нүктесі болса, онда олар қиылысқан түзулер деп аталады. Егер екі түзудің ортақ нүктесі болмаса, оларды біз параллель түзулер деп атаймыз. Әрі қарай берілген осы геометрия пәнін оқыту үшін бізде мынандай терминдер пайдаланылады. Осы геометрия негізгі ұғымдар пайдалана отырып, біздер қазір осы ғылымның ішіне тереңірек, білімді тереңірек алып үңілу үшін бізде аксиома және теорема дегендер болады. Ал аксиома деген екен, аксиома және теорема. Аксиома дегеніміз балар, яғни бұлар біз үйімізде, мысалы, әкеміз жұмыс тапсырса, бір нәрсе айтса, бітті, ол әрі қарай біз
жаңағы талқыламаймыз, қабылдаймыз, иә. Аксиома деген сөз, яғни біздегі күмәнсіз сөйлем дегенді білдіреді. Аксиома дәлелденбейді, оған дәлелдеудің қажет жоқ, оған көз анық жетіп тұр деп, оған күмән жоқ сөйлем деген сөз. Аксиома күмәнсіз сөйлем, күмән жоқ, нақты бұл айтылған бітті деген сөз, яғни күмән жоқ деген сөз. Яғни дәлелдеуді қажет етіп, оған басыңды ауыртуды керек жоқ. Аксиома бітті, айтылды, болды деп түсінуіміз керек. Ал теорема дегеніміз бұл дәлелдеуді қажет ететін сөйлем. Дәлелдеуді қажет етеді. Мінекей біздің бүгінгі сабағымызға қажетті нәрселер осы нәрселер. Енді осы қазіргі алған білімімізді пайдаланып біз есептер шығаруды бастаймыз. Жаңа біз айттық, балалар, аксиома дегеніміз, яғни күмән жоқ сөйлем деп, бір сөйлем айтылса, оған онда күмән келтірмейміз. Не шынында да осылай деп түсінікті болып тұрады. Айталық бір аксиоманы айтып жіберейік. Жазықтықтан екі нүкте алайық, кез келген екі нүкте. Енді аксиома айтамыз. Жазықтықта кез келген екі нүкте арқылы бір қана түзу жүргізуге болады. Міне, шынында да мына екі нүктені бастырып жүргізсек, бір ғана түзу жүргіземіз. Бұдан артық түзу өтпейді бұл екі нүкте арқылы. Түсінікті ғой, ал кез келген бір нүкте арқылы, мысалы бір нүкте алсақ, ол нүктеден шексіз көп түзулер өтеді. Мінекей, бұл нүкте арқылы өтетін түзулердің саны шек жоқ. Қанша түзу болса да жүргізе беруге болады. Яғни кез келген бір нүкте арқылы шексіз көп түзу жүргізуге болады. Ал екі нүкте арқылы тек бір түзу жүргіземіз. Қазір оқулығымыздағы 1-9 есепті бастайық. 3 түзу қиылысқанда, қиылысқан жұптардың қанша нүктесі болуы мүмкін? Ал біз 3 түзу алайық, қиылысқан 3 түзу дейді. Бір түзуді алдық, екінші түзу және үшінші түзу есеп нөмірін қойып қояқ. 1-9 есеп. А түзу, В түзу, С түзу деп қояқ. Ал біз бұлай белгілейік. Мына жердегі нүктені А нүктесі дейік, яғни В түзуіне қарсы тұрған нүктені В, С нүктесіне, С түзуіне қарсы нүктені С деп үшкен әріптермен белгілейік. Енді жазамыз. А түзуі мен С түзуі қиылысты. Қарап отырамыз, балалар. А түзу, мынау қиылысудың белгісі. А түзуі қиылысты С түзуіменен тең В нүктесінде деп түсінеміз. Әрі қарай А түзуі мен В түзуі қиылысты, қиылысу нүктесі С болды. Және үшінші түзу қалды бізде В және С. В мен С қиылысты, қиылысу нүктесі А. Демек, 3 түзу қиылысқан кезде мінекей бізде осындай нүктелер пайда болды. Келесі есеп 1-12 есепте мынандай сызба берілген. Бізде есеп айтады. Мына сөйлемдердің есептерге қарап отырып, суреттерді қолдана отырып, 2 ақиқат және 2 жалған пікір құрыңдар дейді. Ал ақиқат пікір деген, яғни дұрыс нәрсені айтып тұр. Неке қарап отырмыз. Мына жерде қалай орналасып тұр? В нүктесі А және С нүктелерінің арасында. Бұл бізде қандай ақиқат, яғни В, бүйтіп қойсақ та болады, В тиісті А, С. Асы, В нүктесі асы түзу, мұнеке А, С арқылы түзу өтіп отырса, біз бағана айттық қой, түзуді үлкен әріппен, кіші бір әріппен белгілеу болады, немесе екі шеткі әріпменен асы деп те белгілеуге болады. В нүктесі А және С нүктелерінің арасында деп қояқ, арасында деп жазып қояйын, мына жерге арасында. Бұл бізде ақиқат. Ал егер мен былай айтсам, В нүктесі А, С түзуіне тиісті емес десем, онда бұл, мынау бізде ақиқат пікір болып тұр, мына жерге ақиқат деп қояқ. Ақиқат пікір, қазір мына жерге жалған пікір қоямыз. Жалған деген сөз біздің тілімізде өтірік деген сөз, дұрыс емес деген. Мысалы, В нүктесі тиісті емес А, С түзуіне.
Мынау әрине жалған пікір. Келесі мына есепке қарайық. Бізде ақиқат пікір қайсы? М нүктесі М түзуіне тиісті. М тиісті М түзуіне. Ал мына сызбадағы ақиқат пікір Н нүктесі Н түзуіне тиісті емес. Бұл ақиқат. Ақиқат деп қояқ. Мынау да ақиқат. Ал егер осыған керісіншесін айтсақ, М тиісті емес М түзуіне десе, бұл бізде жалған болады. Мынағанда сондай N нүктесі тиісті N-ға десек, бұл бізде жалған болады. Мінекей біз есептің жауаптарын бердік. Келесі шығаратын есебіміз С тобындағы 1/14 есеп. Нүктелердің саны берілген. 3 нүкте болса, 4 нүкте, 5 нүкте болса, қанша түзу жүргізуге болады деп. Және әрбір 3 нүкте бір түзудің бойында орналаспасын деген шарты бар. Біз қазір жазықтықтан 3 нүкте алайық. Мінекей. Осы 3 нүктені қазір бір-бірімен қосамыз. Әрбір 2 нүктені қосып отырамыз. Сонда бізде түзулер шығып отырады. Және неше түзу шығады, соны санаймыз. Мінекей бірінші жағдайда берілген 3 нүкте арқылы А, В, С деп қойсақ, жауабы 3 түзу шықты. Келесі 4 нүкте аламыз. Осы 4 нүктенде әрбір 2 нүктені қосып отырамыз. Біз шеткі нүктелерді қосып қой, сыртынан енді ішіндегі нүктелер бойынша да қосып отырамыз. Яғни әрбір 2 нүктені қосып отырамыз біз. Қанша түзу шықты? Сыртында 4, ішінде 2 түзу, 6 түзу шықты. Жауап 6 деп қоямыз. Енді 5 нүкте аламыз. А, В, С, Д. Е деп қояқ. Ал әрбір әуелі ішіндегілер жүргізіп алайықшы. А нүктесінен жүргізіп болдық. Енді бұдан жүргізейік. Мінекей. Мінекей санаймыз. Сыртындағы 5 бұрыш бойынша жүрді 5, ішінде 2, 4, мінекей 5. Сонда жауабы 10. Келесі N болғанда дейді. Енді жалпы мүшенің формуласын жазайық. Яғни біздегі берілген нүктелер саны N болса, мына жерде көріп отырмыз. Нүктелер 3 болса 3 түзу, 4 нүкте болса 6 түзу, 5 нүкте болса 10 түзу. Ары қарай есептеп отырсақ, 3 пен 6-ның арасында 3, 6 мен 10-ның арасында 4, яғни бірге мына жердегі ара қашықтықтағы сандардан қаншаға артып отыр? 3, мына жер 4, яғни бірге артып отырды. Мына жерде қазір мінекей біз мынандай формула жасап шығарамыз. N минус 1 бөлу 2. Мына 2-ні біз әрбір 2 нүкте арқылы жүргізетін түзуіміз деп есептейік. Мынау N нүктелердің саны. N нүктесі 3 болса, мінекей мына формуламыздың дұрыстығын тексерейік. N 3-ге тең болғанда N орнына 3 қоямыз. 3-тен аламыз 1-ді, бөлеміз 2-ге. 3-тен 1 алсақ 2 қалады, 2 мен 2 қысқарады да 3 шығады. Мына N 4-ге тең болғанда да тексеріп жіберейік. 4 азайту 1 бөлу 2. 4 пен 2 қысқарады 1, 2, жақшаның ішінен 3 шығады, 3-ті 2-ге бөлсек 6. Мінекей әрі қарайда, яғни бұл формула бізге кез келген нүктелердің саны берілген кездегі шығатын түзулердің санын көрсететін формула екен. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.
Біздің сабағымыз ұнаса арнаға тіркел, біздің сабақтарымызды достарыңызбен бірге бөлісе отырыңдар. Біздің келесі сабағымыз сәуле және кесінді деп аталады. Өз пікірлеріңді қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.